Қаңтар айының 26-29 күндері Қазақстан Республикасы президентінің самбо және әскери самбодан әлем кубогының кезеңі өтпек. Облысымызда өтетін байрақты бәсекеге 20-дай мемлекеттің спортшылары қатысады деп күтілуде. Бұл спорт түрі өздеріңізге белгілі. Біздің облысымызда Қазақстанда жоғары дәрежеде дамыған. Оны біз мақтана аламыз. Осы үлкен нәтижеге жеткен спортшылардың айтып өтсек, мына Ерболат Байбатыров секілді жігіттеріміз бар. Енді осы бүгінгі өтеді деген жарысымызға 20-дан астам елі 600-дей спортшы қатысу керек деп күтіліп отыр. Әрине бұл жарысқа қазіргі деңгейде біздің спортшыларымыздың деңгейі, дайындық деңгейі өз деңгейінде жүріп жатыр. Арнайы оқу, жаттығу жиыны ұйымдастырылып, қазіргі таңда жарысқа қатысатын спортшылар екі құрамда толықтай жаттығу жасап жатыр. Өңірімізде өтетін бәсекеге спортшыларымыз тыңғылықты дайындалуда. Дайындық жұмыстары нөмірі 4-ші балалар және жасөспірімдер спорт мектебінде өтуде. Әлемдік жарысқа өлкеміздің намысын қорғауға талай мәрте додаларда топ жарған Ерболат Байбатыров сынды спорт саңлақтары да қатыспақ. Жыл басында қаржыға байланысты көптеген спортшылар келе алмай жатыр міне. Енді келіп, оқу жаттығу сабақтарын толығымен өтіп жатқаны аз, облыстардан келіп жатқан. Негізінен осы Орал облысының Ақжайық спорт клубының спортшылары келе алды. Енді жарысқа айтып жатыр, 20-ға жуық мемлекет келеді деп. Олар бос составтарды жақсы жігіттерін әкеледі, осал спортсмендерді әкелмейді. Өзінен өз кейбір командасы состав аз болғанмен, Ресей командасы 4 составпен келе жатыр. Ол дегеніңіз әлемнің ең мықты спортшылары деген сөз. Спорттық бәсеке қаламыздағы мұз спорт сарайында өтпек. Қазір мұнда самбо және әскери самбо өткізуге лайықталған жұмыстар жүруде. Нұрлыбек Қыдырғалиұлы, Темірболат Тоқмамбетов, Наурыз Халитов, Жайық пресс ақпарат орталығы.